Өткен замандағы хикаят сөз. Бұрынғы заманда бір түлкі жақын маңайдағы қалаларға барып, көшелерін, базарларын аралап, күндіз түсіп қалған ет, май, ондай-мұндайларын теріп жеп жүреді екен. Бір күні түнде баяғы қалпынша қыдырып жүрсе, бір бояушының лапкесі ашық қалған екен. Соған кіріп, денесін бояп алыпты. Тіміскілеп жүріп, тамағын тойғызып алып, өзінің сахарадағы мекеніне барыпты. Басқа сахарадағы арыстан, қабылан, жолбарыс, басқа көп аңдар таң қалыпты. Бұл бізге көктен түскен патшамыз шығар деп, арыстан астындағы тағын түсіп беріпті. Мәшһүр түлкі бұлардың қорыққанын біліп, мен көктен түскен патшаларыңмын деп, өзін-өзі мақтап, көп заман сахарадағы аңдарға үкім дауа жүргізіп, таққа мініп, патша болып тұрады. Һәм неше түрлі аңдар қызметінде болып, қолдарын қусырып тұратын. Бір күні түнде басқа атраптағы түлкілер уланып өліпті. Түлкілердің өлгенін естуімен, мұның асылы түлкі болғандықтан, бұл да өліпті. Арыстан бұның өлгенін біліп, бас салып, пәре-пәре қылып тастапты. Неше заманнан бері бізді алдап жүрген екен. Мен сіздерге көктен түскен патшамын деп, әлін білмеген әлек деген сөз сықылды. Өзін-өзі жоғары санаймын деп, өзі-өзіне ажал тапқызды депті. Ажал тапқызды.